Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Атимбаев Бауыржан. Азаматтық белсенді көше баласы. Қазақ халқыма жолдау. Оян қазақ, оятуға тырсам. Масқара ғой, қазақ бола жығылсаң. Дақ келтірме қазақ деген есімге. Менің айтқан сөздерімді ұғынсаң. Қайда қалдың, қара Қытай, қаптағанда жұмылсаң. Орныңнан тұр, көзіңді аш, сәлде болса ұғынсаң. Елдігіңмен ерлігіңе сын болар, қазақ бола тізе бүге жығылсаң. Халқым мынау, көзің көрмей барады, шенеуліктер Бұхараны тонады. Тәуелсіздік мына қазақ елімді, коррупция деген әдет басып барады. Қу Қытайдың таусылмады кеселі, қайда жүрсе еселенер есебі. Сол құрғырлар қалталарын қампайтып, біздің елге келе жатыр деседі. Елімізге келгеннен соң қызымызға көз салып, құрғыр ақша көп нәрсені шешеді. Байлығына қыздарымыз қызықса, бізге дұшпан жиен саны өседі. Елімізде қара Қытай қаптаса, еркіндіктің алауоты өшеді. Ояныңдар жігіттері қазақтың, оянбасақ ұлт тамырын кеседі. Өзге ұлтқа қызым бермеген саралмаздай ағаларым кешегі. Қолдан келсе қояйықшы тосқауыл, енді бізге жетпегені осы еді. Ата бабам қорғап қалған кең далам, Қытайлардың емес шығар төсегі. Я қазақ елі, я қазақ бауырларым. Ертең 4 қараша күні болатын, желтоқсан айында болатын, Тараз қаласында болатын қазақ азаматтарына қолдау көрсетейік. Өз елімізде, өз жерімізде жазықсыз өзіміздің қазақ бауырларымыз сотталуда. Я бауырларым, әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, осындай батыр бауырларымызға қолдау көрсетейік. Бізді басынбаған ұлт қалмады. Аяғында таяқтың ұшы қазаққа тиеді. Өз жерімізде, өз елімізде біздің қазақ қана сотталады. Басқа ешкім сотталмайды. Талдықорған қаласында болған Қытайлар мен қазақтардың қақтығысынан өзіміздің қазақ бауырларымызды соттауға дейін барды. Ауызбіршіліктің арқасында сол батыр бауырларымызды қорғап қалдық. Мына Тараз қаласында да бізден дұңғандар мен қазақ бауырларымыздың қақтығысы апарып, ең аяғы өзіміздің жазықсыз бауырларымыз сотталуда. Сондықтан әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп, ертеңгі сотқа барып, қазақ бауырларымызға қолдау көрсетейік. Күш бірлікте халқым, ауызбіршілікте болайық. Сөз сүйектен өткенмен таяқ еттен, ұл-қыздардың намысы қайда кеткен. Бұран қағып, ұлдарың сырға тағып, заман мынау адамдар неге жеткен. Қызың мынау қысық көз жатқа кеткен. Қайсар қазақ шашылып тоз-тоз еткен. Өлеңіммен жеткісем жетер мүмкін, қазағымның оянар шағы жеткен. Қазақ әлде оянса әлде егер, айы оның оңынан бола берер. Бар дүние жаһанды жаулап алып, жер бетінде қазақ қана билік етер. Ал егер оянбасақ бауырларым, қазақ бәлкім жер бетінен құрып кетер. Я бауырларым, оянайық, көзімізді ашайық. Бұлай жатпайық, орнымыздан тұрайық. Әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп, осындай біздің қазақтың батырларына, намысты жігіттеріне қолдау көрсетейік. Жазықсыз қудаланып, жазықсыз отырған белсенді қазақтың батырларына да бостандық талап етеміз. Бұл шіріген қалмақ жүйесіне беріп, батырларымызды құртпайық. Әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, ауызбіршілікте болып, осындай қазақ бауырларымызды соттатпайық. Бұл жер қазақтың жері. Бұл қазақтың жері. Бұл қазақтың жерінде қазақ қожа болу керек. Қазақта сөз бар, балақтағы бит басқа шығады дейді. Сондықтан халқым, оянайық, ауызбіршілікте болайық. Әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, ауызбіршілікте болайық. Қазақ деп ешқашан біз шашамаймыз, айта береміз. Мен қазақтың қызымын. Мен қазақ халқымды жақсы көрем. Мен қазақ елімді мақтан етем. Мен қазақ жеріме
қуанамын осындай жерге, кең байтақ жеріме ие болғанымызға, ата бабамызға мыңда бір рахмет, осы жерімізді аманат етіп қалтырып кеткеніне басымды иемін. Ата бабамыздың алдында біз борышкерміз. Біз осы жерімізді бізге қанмен, термен тастап кетті ма, осыны аман есен алып сақтап қалуымыз керек. Ең негізгі біздің санымызды арттыруымыз керек. Қазақтар санымыз аз. Мен әр қазақты жақсы көрем. Билікте отырған таза қазақты жақсы көрем. Қазір құтырып отырған, жалаңаш жүрген, билеп жүрген қазақты да жақсы көрем. Кедей, жағдай жоқ қазақты да жақсы көрем. Ең негізі мен күрескер қазағымды мақтан етем. Мен осы күрескер қазақтардың арасында жүргеніме мында бір шүкір, Құдайға рахмет, көзімді ашып, осы қосып бергеніне соған қуанып, мақтанып, көз жанарым жайнап жүр. Мен өте бақыттымын. Ал енді бүгін Тараз қаласында менің қандасым, менің қазағым, менің ең жақсы көретін қазақ балаларым 53 баламызды соттайын деп отыр. Жазықсыз, керемет қазағымызды бүкіл қазақ жерінде зардап шегіп отырған тек қана қазақ ұлты асарда жүріп мен біздің керемет қазақтың батырлары келіп, батыр, аузын толтырып айтам, дулаттың батырлары, дулаттың адамдары келіп үй көтергенде көзім жетті мен қазақ елімнің қандай ұйымшыл, жақсы адам екендерін, бірін-біріне қол ұшын көрсете білетін адам екеніне мен көзім жетті. Бұндай ұлтқа, бұндай елге мен басымды иемін. Біздің керемет қазір жақсы керемет қазақтар түрмеде отыр. Ал билікте аннан-мыннан келген халыққа зиянын тигізіп отырған адамдар отыр. Біздің қазір мақсатымыз, міндетіміз осы билікті түп тамырмен ауыстырып, қазақ еліне жағдай туғызу. Қазақ бауырларым, қазақта мынандай сөз бар. Батырды намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дейді. Сондықтан намыстарыңды өлтірмеңдер, рухтарыңды сындырмаңдар. Әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп қолдау көрсетіңдер. Қазақта мынандай сөз бар. Бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Қазақтың қанша сөзінде мағына жатыр. Қорықпаймын өлімнен, айырылмаймын төрімнен, жерім үшін қаншама бабам қаны төгілген. Керек емес патшасы, өз халқына бойламас. Керек емес елбасы, өз халқына бойламас. Исатайша айтайын, Махамбеттей байқайын, естеймісің халқыңның мұңлы зарлы айқайын. Шығып жатыр сүрелең, назды жүрек күйіктен, оянайық қазақтар, күресейік билікпен. Бауырларым, балық бастан шірейді дейді. Бір қарымайды, бір құмалақ шіртеді дейді. Біздің қаншама қазақты бір қалмақ басқарып, осындай халге жеткізіп отыр. Сондықтан қазақ бауырларым, әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп қолдау көрсетейік. Оян қазақ жастары, оян қазақ үлкен кіші кәрісі, өлшеулі өмір біткенше, көрге басым кіргенше, мен халқыммен біргемін. Мен семейлік Қалиғазина Ұя Ерғазықызымын. Біздің Қазақстанның азаматтары, қазақ балаларын қуғындау тоқтатылсын. Түрмеге тығып, түрмеде өлтіру тоқталысын. Біздің қазақты қазақ қанаған есундық. Мына жердегі органның адамдары, милициялар, қазақтың балалары қазаққа шабуыл жасаған тоқтатсын. Жер сатылмасын. Елбасымыз мысалы Тоқаев мырзаға мына милициялар қарақшы сияқты, бандит сияқты біздің қазақтың балаларын жазықсыз түрмеге қамап, өлтіру, пышақтау, қуғындау доғарылсын. Қазақтың жерінде жүріп, неге өзге ұлттар қазақтарды басынады? Қазақстан жерін өзіміздің ата бабаларымыз қорғап, өзімізге қазақтар алып берген. Неге біз өзге ұлттарға табанына басылуымыз керек? Неге өзге ұлттың адамдары сотталмайды? Неге олар жазаланбайды? Неге біздің қазақтар үнемі қудалана береді? Осыған біздің елбасымыз Тоқаев мырза атсалыс екен. Біздің қазақты милициялар, соның кейін мына ОМОН, мына адамдар біздің қазақтарды қуғындағанын тоқтатсын.
Бізге әділ шешім керек. Милициялар халық жауы ма? Милициялар әлде қазақтың қорғаны ма? Тараздағы жігіттерге. Білмеймін. Тараздағы жігіттерге қолдау көрсетейік. Тараз тұрғындары. Әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп осындай батырларымызға қолдау көрсетейік. Бұндай бас ертең біздің басымызға тумасына кім кепіл? Сондықтан бір күндікпен емес, ертеңгі болашақ күндеріміз ойлайық. Ертең ұлымыз құл болмасын, қызымыз күн болмасын десең, қазақтар бастарыңды көтеріңдер. Енді жатқан жарамасты. Оян қазақ, көтері басты. Оянайық қазақтар, жандарым. Күш бірлікте. Біз біріксек, біз алмайтын қамал жоқ. Сондықтан қазақ бауырларым, Біргеміз. намыстарыңды өлтірмеңдер, рухтарыңды сындырмаңдар. Отан үшін, жер үшін. Отанды сүю отбасынан басталады дейді. Сондықтан болашақ ұрпақтарымызды намысты, қайсарлы қылып тәрбиелейік. Қазақ елі күш бірлікте, алға қазақ елі. Алға қазақ елі.